Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Құрметті бауырлар, қарындастар, Аллах тағала әрбір күндеріңізге береке берсін. Бүгін сіздермен осы жерде жаңадан бір айдар бастап отырмыз. Бұл айдар бір қиссадан мың қисса деп айтылады. Құран кәрімде келген, хадистерде келген және күнделікті өмірімізде болып жатқан әртүрлі ғибратты түбінде терең ой бар және адамды жақсылыққа тәрбиелейтін әрқайсымызға ой саларлық оқиғаларды иншалла кезек-кезегімен, лег-легімен осы сіздердің алдарыңызға ұсынатын боламыз. Бүгінгі айтатын тақырып бұл Мұса пайғамбардың және Юша бин Нун екеуінің ортасында болған бір қызықты оқиғасы иншалла баяндап беретін боламын. Мұса алейхиссалам жолға шықты. Қасында Юша бин Нун бар еді. Екеуі бірге келе жатқанда бір кішкентай торғай ұшып келді де Мұса пайғамбарға мені қорғашы деп жалынып алдарында ұшып жүрді. Мұса алейхиссалам қорғауға уәде берді. Сол сәтте кішкентай ғана торғай ұшып келіп Мұса пайғамбардың көйлегінің жеңінің ішіне кірді. Жеңінің ішіне кірді, бір уақытта кімнен қорғайын, кімнен сені қорғайын деген кезде үстінде қырғи ұшып жүрді. Қырғи құс сондай ұшып келіп, жаңа кішкентай торғайды ұстай алмай, Мұса алейхиссаламның қасына келіп, «Ей Мұса, сен Алланың елшісің, бірақ мынау құсты Алла маған ризыққа жаратқан, бұл менің несібем, сен бұны маған бермесең, Алланың алдында жауап бересің» деді. Сонда Мұса алейхиссалам сондай уәде берді, әрі сол құсты аяды, тұрды да, «Ей қырғи құсы, сен қаласаң, мен саған қалаған ет берейін, қалаған малыңды сойып берейін, дүниемнен қалаған нәрсе берейін» деп еді. Қырғи құс айтты, «Жоқ, маған керек жоқ, мен тек қана осы торғайды жеймін» деді. Содан онда деді, ар ойланып, бер ойланып, қиналып тұрды да, «Мен саған өзімнің пайғамбарлық етімнен, қалаған жерімнен, қол аяғымнан кесіп берейін, сен соны жеші» деді. «Жоқ, оны да жемеймін» деді. Сонда қырғи құс айтты, «Жейтін болсам, тек қана сенің көзіңді ойып жеймін» деді. «Екі көзіңнің біреуін жеймін» деді. Сонда Мұса алейхиссалам берген уәдесіне опа қылған ұлы пайғамбар сол бетте ет бетінен жатты. Ет бетінен жатып, ал енді көзімді ойып шоқып же деді. Сонда қырғи құсы ұшып келіп, Мұса пайғамбардың маңдайына қонды жатқан кезде. Сол сәтте қолтығындағы, қойнына кірген, қолтығының ішіне кірген әлгі кішкентай торғай сыр етіп қолтығына, қойнына, жеңінен және ұшып шықты. Ұшып шығып кеткенде әлгі маңдайда отырған құс, қарғи оны қуа жөнелді. Бұл оқиға бітті осымен, бұлар жолға барды, сапардан қайтты, арада бірер күн өтті, әлгі екі құс, екі періште болып келді. Бұл Микаил мен Жәбірейіл періште еді. Бұл екеуі келіп, екеуі әлгі құс екендігі, құс болып келгендігі және Алла тағала тарапынан сынауға келгендігі айтылды. Сонда Мұса алейхиссалам берген уәдесіне, мейірімділігіне сынақ өткен болды. Міне сол, құрметті ағайындар, осы оқиға арқылы біз не түсінеміз? Сіз бен біздің шыдамдығымыз. Дүние мәзраатул ахира. Дүние ақыреттің егістігі. Басымызда қандай да қиыншылық болса, қандай да бір уайым, қандай да бір кедергі болса, Алла тағаланың көмегімен, Алла тағалаға сұрауменен, жаратқанға жалынумен иншалла өтесіз. Сондықтан бір Алладан үмітіңізді үзбеңіз. Алла айтады, менен жәрдем сұрасаңдар, намазбен және сабырмен сұраңдар деді. Сондықтан сабырлы болу арқылы, дұға қылу арқылы барлық нәрседен жеңеміз. Ғұламалар айтады, қайғы уайым біреу болады дейді. Егер адам сабыр етпесе, ол қайғысы екеу болады деді. Осы сөзді тәпсірлеп түсіндіріп берген ғалымдар айтады, қайғы өзі екеуге айланбайды. Яғни адам қайғыға сабыр етсе, орасан зор сауап беріледі. Сол сауаптан пенде ажырап, Алланың алдына сауапсыз кетуге себеп болады. Сондықтан ал енді сауапсыз Алланың алдына бару, бұл қайғының қайғысы деп айтылған. Сондықтан басыңызда қиыншылық болса, сәл бір кедергілер болса, Аллаға жалуды ұмытпаңыз. Алла тағала жіберген нәрсенің жолы да, құтқаратын жолы да, оны басыңызда тазалап шығатын жол тек қана жаратқанға намазда, дұғада, тілекте екенін ұмытпаңыз. Күндеріңіз берекелі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.